Жалпы мәліметтерді толтырып болғаннан кейін біз енгізулер парақшасына өтеміз. Бұл жерде сіз міндетті түрде файлдарды жүктеуіңіз керек. Мысал үшін, жеке басты куәландыратын құжат. Ол үшін оң жақта файлды таңдау батырмасын басамыз. Жаңа файлды қосу. Өзіңіздің жеке компьютеріңізде бұл файлдың тұрған жерін табасыз. Мысалы, менде құжаттар папкасында жеке куәлік таңдаймыз. Жүктелуін күтеміз. Файл міндетті түрде PDF немесе PNG, JPEG форматында болу керек. Жүктелуде. Міне жүктелді, жеке куәлік. Мына тізімнен таңдайсыз, таңдау. Міне бізде жүктелді. Егер қате жүктелінген болса, мына жерде жою батырмасын басып, басқа файлды таңдауға болады. Келесі, білім туралы диплом, файлды таңдау. Менде мына жерде тізімде диплом файлы жүктелген. Басып, таңдап, міне жүктелді. Келесі, қайта даярлау курсын өту туралы құжат. Файлды таңдау. Жаңа файлды қосу. Курсты өту құжаты таңдаймыз. Сіздің файлыңыздың мөлшеріне және интернет желісінің жылдамдығына байланысты бұл файл тез немесе ұзақ жүктеледі. Соны ескере кету керек. Жүктелуін күтеміз. Файлымыз жүктелді. Курсты өту құжаты. Тізімнен таңдаймыз. Не жүктелді. Осылай қалған барлық қажетті файлдардың барлығын толтырасыз. Мен мына жерде толтырып қойдым. Көп уақыт алмау үшін. Барлығын дұрыс толтырғаннан кейін бұдан әрі батырмасын басамыз.